Қайырлы күн, әріптестер. Мен Түркістан облысы Арыс қаласы Мұнтайтас ауылы Бейсенғалиев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Құлжабаева болған Оразовна. Бүгін мен сіздерге ұсынып отқан авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сыныптарда математикалық сауаттылықты қалыптастыру. Бағдарламаның мақсаты бастауыш сынып оқушыларына математикалық сауаттылықты дамыту арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, қарапайым есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру, өмірлік жағдайларда математиканы қолдану қабілеттерін жетілдіру. Бастауыш сынып тұлғаның қалыптасуындағы маңызды кезең. Осы кезеңде баланың оқу дағдысы ғана емес, танымдық қабілеттері, логикалық ойлауы, талдауы, салыстыруы сияқты маңызды құзыреттер қалыптасады. Мен ұсынған авторлық бағдарламада оқушылардың шынайы өмірлік жағдаяттарда математиканы қолдану қабілетін дамыту көзделген. Сабақ мазмұны құндылықтарға негізделіп, құрылымдалған тапсырмалар жүйесімен беріледі. Оқу процесінде ойын зерттеу жобалық жұмыс элементтері тиімді енгізіледі. Математикалық сауаттылықты қалыптастыруда интерактивті әдістер, цифрлық ресурстар, топтық жұмыстар кеңінен қолданылады. Қазіргі білім беру жүйесі балаларды өмірге бейімдеуге, алған білімін тәжірибеде қолдана білуге, үйретуге бағытталған. Осы талаптарға сәйкес бастауыш буыннан бастап оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру маңызды міндет. Математикалық сауаттылық дегеніміз математикалық білім мен дағдыларды күнделікті өмірде тиімді қолдана білу. Бұл қарапайым есептерді шығару, күнделікті тұрмыста математикалық түсініктерін қолдану, математика тілін түсініп, өз ойын дәл жеткізу секілді бағыттарды қамтиды. Бағдарлама 6 бөлімнен тұрады, аптасына 1 сағаттан 30 аптаға құрылған. Көптаңбалы сандардың нумерациясы және оларға амалдар қолдану бөлімінде қосу мен азайту, көбейту мен бөлу арқылы шығарылатын қарапайым мәтіндік есептер шығаруға үйренеді. Екінші, шамаларды өлшеу бөлімінде масса мен өлшем бірліктер, уақыт және оның өлшем бірлігі, көлем мен оның өлшем бірлігі атты тақырыптардағы тапсырмаларды мазмұнын бағытқа алып, оқушылардың өлшем бірліктерді түрлендіруге септігін тигізеді. Үшінші, жылдамдық, уақыт, қашықтық бөлімінде арақашықтық формулаларын көрсету және қолдану арқылы білімдерін толықтыра алады. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімінде геометриялық делелерді өлшейді, сызады, есептейді. Математикалық күнделікті өмірімізде бөлімі бойынша логикалық есептер, таблица құрып шығаратын қоршаған орталық есептер, есептер мен математикалық модель тақырыптары оқушылардың білім біліктерін толықтырылады. Қолданылған дидактикалық тапсырмалар пәнге қызығушылығын арттырады. Бағдарламада оқытуды ұйымдастырудың формалары мен оқушылардың білімдерін тексеру, кестелік бағалау тәсілдері мен әдістері атап көрсетілді. Оқытудың күнделікті нәтижелері, яғни оқушылардың білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар анықталып жазылды. Курсты өткізу үшін мұғалім мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі, оның ішінде бүгінгі күн талабына сай тақырыптық интернеттен іздеу веб-сайттар нақты көрсетілген. Бұл авторлық бағдарлама мектептерде бастауыш сыныптардың 4-ші сыныптарын қолдануға ұсынылып отыр. Енді бұл жерде оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын нақты талаптар: жақша мен жақшасыз арифметикалық амалдарды ретін сақтау, үш таңбалы сандар мен амалдарды орындау, санның үлесін табу және бөлігі бойынша санды анықтау, бірнеше амалға берілген мәтіндік есептерді шешу, шамалар арасындағы байланысқа негізделген есептермен жұмыс, теңдеулерді шешу, геометриялық фигуралардың ауданын, көлемін табу. Яғни бұл талаптарды оқушылардың ойлау қабілеттерін, логикалық байланыстарды түсінуін және нақты есептеуге дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Енді авторлық бағдарламамды қорыта келе, ұсынып отырған авторлық бағдарламам оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға, математика пәніне деген қызығушылығын оятуға, алған білімін өмірлік жағдайларда қолдануға бағытталған. Бұл бағдарламаны жүйелі түрде қолдану арқылы оқушылардың тұлғалық дамуын, өз бетінше ойлауына және практикалық білімін жетілдіруге дайындығына негіз қаланатынына сенемін.
кері байланыс бергендеріңізге рахмет.